Қазақтың мынандай сөзі бар. Жақсыдан жаман туса, жыннан болғаны, жаманнан жақсы туса, нұрдан болған деген сөз бар. Білесіздер ғой, не мағына береді? Жақсыдан жаман туса дегені, кейбір жас балдардың істеп жатқан қылығына қарасақ, ұрып кеткен бір адам сияқты. Ал әкесіне қарасаң қандай тамаша адам. Анасы қандай керемет кісі. Мысалы, бола ма болмай ма осындай нәрсе? Ал енді бір семьяда бар. Әкесі әлі есін жинай алмай жүр, магазин жағалап, сол әйтеуір денсаулығын ойлап жүрген шығар. Енді азынан кешке денсаулық үшін деп тұратын кісілер болады ғой, әйтеуір. Білмеймін қашан денсаулық дұрысталатынын, оның 90-ға келгенде ма. Мысалға, әкесі жаңағыдай, шешесі де сол ауылда радио болып жүр мысалға. Болғандай, болғандай ма, не жаңағыдай, сөйтіп дырылдатып әңгіме. А бірақ соның үйінен бір бала шығады да, ағайындарын басын қосып, реттеуге әйтеуір елдің ішінде жетім-жесірге қарасып, бір жақсы нәрсе істеп жүреді да. Бұны айтады, жаманнан жақсы туса, нұрдан болған дейді. Ал жақсыдан жаман туса, жыннан болған дегеннің мағынасын айта кетейін. Ер балдар балиғатқа қай уақытта толады? Дұрыс, 12-13 жаста. Қыз балдар 9-10 жаста. Шамай, ол енді неге байланысты енді анау? Климатта, мысалы Арабияда одан ерте бой жетіп, ер жетіп кетеді мысалға. Сонда айтайын деген мынау, қашан ұлдар балиғатқа толады, қашан қыздар балиғатқа толады, енді тез арада ғұсыл алып жүрмесе, анау қыздар 3-4 күннен кейін ғұсыл алмаса, демек анау тазалық жоқ, рухани тазалық жоқ. Ана ер бала бойынан белін бөліп кеткеннен кейін тез барып ғұсыл алмаса, ода ғұсыл жоқ, жүніп деп айтады бұл кітапта. Сонда мына бір 3 жерді абайлауымыз керек екен ғой. Ең көбі мына 3 жер екен. Жындардың жүретін жері. Күн батқаннан кейін не еді? Жоқ, күн батқаннан кейін жерде жатқан не еді жаман нәрсе? Қоқыс, күл, қоқыс. Екіншісі қараңғыда туалетке кіру, үшіншісі арақ ішіліп жатқан жерге барып қалу. Жәндегі балиғатқа толған 14-15-тегі бала ғұсыл алуды білмейді. Ана 14-15-ке келген қыз тазарған 3-4 күннен кейін. Бірақ ғұсыл алу керек екенін білмейді. Осылай тазалық емес жүргенге жаңа орталарға түсіп қалатын болса ше, арақ ішіп жатқан жерге тойға ма, құдалыққа ма, немесе қараңғыда туалетке кіріп кете ма, жоқ, күн батқаннан кейін мұсыр басып қоя ма, не жүреді ол жерлерде? Сол жын шайтандар жабысып алады екен да, жайлап, жабысып, кейін ана кәмелетке толғаннан кейін үйленеді, немесе жаңа тұрмысқа шығады ғой, төбелесіп қайтып келетін, ұрып қуып жіберетін, арақ ішсе тоқтамайтын, құмарға кірсе тоқтамайтын ауру осы кезден басталады екен. Басы осы екен. Балиғатқа толғаннан бастап. Енді сұрағым мынау. Осы балиғатқа толған 12-13 жасар балдарға, 9-10 жастағы қыздарға тез ғұсыл ал деп айтып жүрген, үйретіп жүрген адам аз ба көп па Қазақстанда? Бала шаға кімге керек? Біз өзіміз қанша жақсы болғанымызбен бала шағамызға ғұсыл алуды үйретпейді. Ғұсыл деген не? Ауыз шаю, сосын мұрын шаю, одан кейін бүкіл дене суыту. Осы адамға жындар жолай алмай қалады екен ғой. Анау ғұсыл алып жүрген кісі балаға ше. Сосын күн батқаннан кейін далаға шығарма деп бабаларымыз айтып кеткен. Қараңғыда туалетке кіруге болмайды, оған шам жағып қою керек қой жігіттер ше. Анау свет жағып кіретін болу керек қой қараңғыда. Ауылды жерде тұратындарға да мысалға да. Сондай нәрселерден сақтанып жүрмесек, қанша жақсы болғанымызбен ұлдарымыз бен қыздарымыз бізге тартпай қалуы осылардың себебі, жындардың себебінен болып кетеді екен. Ал жаманнан жақсы туса, нұрдан болған деген бір әулет құрдымға кетіп баратқан кезде, Алла тағала сол әулеттен бір адам таңдайды екен да, қыз ба, ұл ма, соларды қажылыққа жібереді, соларға мәшіне береді, солар санаторияға, сол киіндіреді, сол әдемі жерлерді көрсетеді. Әйтеуір анау әулетті жақсы жолға сүйрейтін бір адамды Алла тағала, ана әулет құрып кетпесінші деп біреуін таңдайды екен. Бірақ әкесіне қарасаң ондай жол көрсететін, анасына қарасаң ақыл айтатындай не жоқ екен. Алла разы болсын. Көп сөйлеп қойсақ кешірім сұраймыз.